Бәріне сәлем. Бүгін сіздермен QR кодты жасаймыз. Ол үшін бізге браузерге өту керек. Google Chrome менде. Осы жерге MiQR деп жазамыз. MiQR. Және де ең бірінші сілтемеге өтеміз. Бесплатный генератор QR код деп тұр. Сосын бұл жерде сайтқа сіздерге тіркелуге болады, немесе тіркелмей QR кодты жасай беруге болады. Создать QR код дегенді басамыз. Және де бұл жерде бізде осы сайттың мүмкіншілігі өте көп. Бұл жерде біз Wi-Fi-ді, визит картаңызды, PDF файлды, почтаңызды, WhatsApp-ды, презентацияны QR кодқа айналдыруға болады. Мен сіздерге қазір сілтемені қалай QR кодқа айналдырамыз, оны көрсетейін. Ең бірінші кез келген сайтқа өтеміз, көшіріп аламыз сілтемесін, сосын осы үстінен басамыз. Не керек бізге? Сосын осы жерге қоямыз сілтемені, тақырып қоюға болады. Атауын жазуға болады. Сосын бұл жерде QR код бізде, бұл жерде образование тақырыбын таңдаймыз. Одан кейін скачать QR код дегенді басасыздар. Бұл сайттың ерекшелігі, бұл жерде сіздер QR кодтың дизайнын өзгерте аласыздар. Және де бұл QR кодты сіздер қайда көрсетесіздер. Мысалы, WhatsApp-қа жіберсеңіздер, WhatsApp-ның эмблемасын қоюға болады. Instagram, Facebook-тан, сосын немесе өздеріңіз қалаған фотоны қойсаңыздар болады. Бұл жерге плюсикті басасыздар. Өздеріңіздің фотоларыңызды немесе суретті тақырыпқа сәйкес қоюға болады. Сосын бұл жерде скачать батырмасын басасыздар. Жүктелген фотомызды ашамыз. Міне бізде QR код дайын. Осы QR кодты өзіңіздің сабағыңызда қолдансаңыз болады. Назарларыңызға рахмет.